шығып тұратын, Wi-Fi мықты жұмыс жасайтын. Қалайсыз? Давайте келіңіз маған запрос жіберіңіз. Рахмет, жақсы дейді. Бар әлемнің байлығын сізге беріп қойдым. Бар әлемде қандай жақсылық бар, қандай байлық бар, қандай керемет бар, сізге бере салдым. Менің қолымда тұр екен дедім да, мен бере салдым. Жанымнан кетпеші, мен сенен сұранам. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз? Сіз постоянно шыққан сайын соны нетіп отырам ғой. Жаңадан шыққан жиі шығып жүрсіз, иә, қазір? Қазір. Бір кездерде кішкентай бала шағам өсіп, ес ақылымызды жинап, жан-жақтан кеткенше кішкене аз шығатынбыз. Қазір енді фокус қойылған осы жаққа. Есіміңіз, жасыңыз, қай жақтансыз? Мен Алматы облысы, жасым 46-да. Есіміңіз? Жайна. Биыл сол, ошым нені, жаңа жылыңыз құтты болсын, жыл басын сол, ошым счет нелерім бәрі қарызға кіріп кеттім ғой. Студент оқып жатырмын деп енді өзімді нетіп басып қоям былай. Счетым бәрі жабық қазір почему-то. Бір жұмысты жазда бастағам, Greenleaf деп шығып жатыр ғой, соны TikTokқа шығам деген тоже болмай қалды. TikTokқа әлі шыға алмай жүрмін. Эфирге хотя бы осылай сөйлей алам, бірақ шыға алмайым. Просто жүріп, суретімді салып қоям. Болды. Бірақ стримда отырып, продукцияны түсіндіріп сата алмай жатырсыз. Иә, соны сата алмаймын. Қолдыңызда товар. Өзімнің негізгі жұмысым бар, мектепте мұғаліммін ғой мен. Соның несінен не қылам ба, білмеймін ошым. Биыл сол қарызда, бірақ жылдың басынан уже қарыз не үшін қарыз екенімді анализ жасап жатырмын. Ана Цүтсайдың да нелерін оққан былай. 9 күндік сондай. Негізі таптыңыз, иә? Неге қарызда екеніңіз? Негізі қарызда екеніңізді түсініп таптыңыз. Таптым, иә, садақамда немді беріп тұратымын, сол 1-2 адамдарға сол қарыз болдым да, солар бере алмай қалдым. Сол бере алмағаннан кейін, сол былай минусқа кетіп бара жатқанын сезіп тұрмын да өзімші. Бірақ көңіл күйім, состоянием жақсы, енді сол Құдай аманшылығын берсе, осыны енді зарплата аламыз ғой жылдың басынан. Сол бірден сол жаңа қарызды жабуға, сол энергия соған кетіп жатыр ма, соны жабуға тырысып жатырмын. Иә, қарызды беруге асығамыз, иә, біз. Неге себебі біз асығу керек екен. Сол қарызды бермегеніміз үшін біздің ресурсымыз басылып тұрады. Сол себептен қарызды беруге асығыңдар дейді. Сол себептен сіздің ниетіңіз асығып жатыр ғой. Осы қолыма ақша түсе салсын, осы қарыздан құтылсам екен деген ниетіңізге сай, сіз соны беріп тастаған кезде сізде ресурс пайда бола бастайды. Сіз уже мен қарызды қалай жабамын деп емес, мен қалай табысымды еселеймін, қай жерден тағы да табыс табамын деген өзіңіздің фокусыңызды мысалға TikTokқа шығып, сол Greenleaf-тің продукцияларын жақсылап тұрып сатып алатын энергия пайда бола бастайды. Ал сізде қазір қорқынышқа қарсы жүретін, қорқынышты жеңетін ресурс жоқ. Өйткені ол слифқа кетіп жатыр. Енді слипқа сол үйде енді қызым бар, сол қызым жұмысқа шықсын деп соған ошым бүкіл жағдайларын жасап сөйтіп жатқан кезде соткасын құртып алды, жұмысқа шығу керек еді. Сол энергиямды ошым жеп тұр ғой қызыммен. 22-де сол жұмысқа шықпайды, соткасын құртып алды, iPhone былтыр ғана алған. Сонымен жарайды деп, енді ол сотканы алайық десек, ошым ешқандай неден алмай жатырмыз. Сол айналып келгенде, сол бір өзім едім ғой, мен өзімде табыс. Ал 22 жастағы қызыңыз неге соткасыз да жұмысқа шыға бермейді? Сол соткасыз шыға алмай жатыр. Не болады? Шыққысы келмейді жұмысқа. Неге ол кішкентай баланың состояниясында? Сол як. Өзі де айтады сол. Енді бізде ана кішкентай кезінде не болған ғой, атасы мен әжесінің қолында өсіп барып, сол кішкене конфликті болып, сол детский травмамен жатыр ма, білмеймін.
Қарал десем, қаралмайды психологқа. Яғни дұрыс сепарациядан сіздерден өткен жоқ. Сіз сізді батырып айтайын десеңіз, чужой, бірақ родной. Это такой. Батырып айтып жатырмын, Мгм. бірақ сонда да шыққысы шықпайды, в общем. Сол энергиямды былай нетіп тұр да, кейбір кезде енді нетейін десем, сол энергиямды сливать етіп жібереді. Енді күш беріп жұмыс жасайын десем, көңіл күйімді түсіре береді ғой. Жарайды деп енді қабылдап не қылдым. Сол енді тиктокқа шығып сол табыс табу керек қой. Соған нете алмай жатырмын. Соған Өзімнен болып тұр едім, иә? бұл жерде сіздің қызыңыздың жұмысқа шығу сіз үшін неге сонша маңызды? Енді ол біраз уақыт болды, уже әлі жұмысқа шықпады ғой. Оны сіз Өзі үшін шықсын деймін да. құтқарып жатырсыз ба, осыған дейін құтқарып оны әлеуметтендірмей тастадыңыз ба? Не себептен ол осы бір энергиясы жоқ, басылып алдына мақсат қоймай бір қатқан жағдайда жүр? Қатып қалған ғой қызыңыз сіздің. Жүрегі жабылып қалған. Иә, сол мені сол сезінбейді анасы ретінде. Маған ашылып айтпайды ештеңке. Сырласу арқылы жанына подход жасау арқылы жұмыс жасап жатсыз ба, жоқ претензияменен не себептен неге шықпайсың деген нотациямен жүріп жатсыз ба? Енді былай да айтып көрдім енді. Қалай айтсам да енді. Бір жағынан жаным ашып, бір жағынан енді қызым деп айтып көрдім. Заттарын да алып беріп көрдім. Енді сол ары бері жүрісіне сол керек еді ғой соткасы де. Сөйтіп енді шығады деген кезде ана сотка бірақ күйіп кетті. Сонымен қайтадан ошым. Енді сотка алмайынша шықпаймын деп отыр. Енді сіз оған жарайды, сосын енді өзің біл дедім сосын. Сіз сотка алып шештіңіз ба, бермеймін деп шештіңіз ба? Алып берем деп отырмын, бірақ сол маған да вариант болмай тұр. Не бушни алып берем деп басына көнбеді, бір уақытта бушни емес, ошым. Кәдімгідей iPhone алам деп сөйтті ғой. Сізден бұл жерде кішкене бір балаңыз, қызыңыз есеймей қалған ғой. Мүлдем есейіп, вот сен сотка алғың келе ма, өзің жұмысқа шығып, өзің табыс тауып, соны өзің тауып. Яғни сіздің берген ақшаңыздың қадірін білмейді негізі ол қыз. Иә, былтырда да сол 350 мыңды 380 мыңға алып, сол 2 жыл ғана ұстады ғой. Өйткені оған ол құнды емес еді. Ол одағы салынған энергия, оған жіберілген сіздің күш қуатыңызды сезбейді. Ол өзіне, яғни сабақ болып беріліп тұр да, өзі тапсын. Ол қазір сіздердің манипуляция жасап ұстап отыр ғой, еркелеп бала сияқты манипуляция жасайды, мені қорқытады. Мені кезінде сол ата әжемнен алып кеткенсің деген сияқты манипуляция жасайды. Неге манипуляция жасайды? Себебі сіздердің араларыңызда мәмілеге келіп, оны есейтетін процесс жүріп жатқан жоқ. Сіз оның манипуляциясының астында жүргенін біледі да, ал бала ата-анамен қатты манипуляция жасайды. Это у них очень. Сіз сол манипуляцияға ілініп қалмайтындай болып, экологично өзіңіздің қызыңызды есейтіп жіберу керек негізі. Алып бермей, бушни ғана арзан алғаным дұрыс пен да? Просто сөйлескенге жолына айту ары бері. Сен жақсы телефон алғың келе ма? Хорошо, ал. Мен саған алма демеймін. Бірақ сен енді менің алып берген телефоныма құрметпен қарап, оны құндамадың ғой деп оған претензия айтпайын. Іштей ол, сіз біліп тұр, сен алғың келе ма? Хорошо. Жүруге, тұруға, связь үшін бір бушный алып берем. Менің қазір мүмкіндігім жоқ, энергиям жоқ. Өзімнің басымнан қарызым асып жатыр, осы телефонды алып жұмысқа шығасың деп, ол соған сеніп түсіну керек та, все, маған жоқ екен, мен алғым келсе өзім хотелкам, яғни оның зона комфорттасына телефон арқылы, телефонды қалағаннан шығып кетуі мүмкін, ол есейіп кетуі мүмкін. Ал сіз оған телефон алып беріп шығаратын болсаңыз, нет гарантия, что ол шығатынына и есейетініне.
сол себептен иә связь үшін анасы ретінде уайымдағандықтан алып беріңіз. Ал дәл қалауын өзі алып 22 жас 22 жастағы қыз 18-ден кейін 18 емес. Вообще менің түсінігімде қазір мен қызымның алды 13-те, баламның арты 3-те. Мен оларға манипуляциясына ілінбеймін. Елестет. Менің қызым сол үйдің үлкені ғой. Сол менің энергиям сол ана күйеуім қайтқан кезде стресс алынған. Сол кезде как раз 13-те ма сондай болған. Ал қалған 2 ұлым олар ерте есейген. Олар самостоятельный. Өздері қалаған жағына барады, тапқысы келсе табады. Ұлдар ғой енді олар. Ана қыз сондай болды. Экологично ақырын ғана түсіндіріп айтасыз. Жағдайыңызды түсіндіріп айтып, бала түсіну керек. Все, мамам алып берем. Ол уже сенімді, сіздің қарызға кірсеңіз де, рассрочкаға кірсеңіз алып беретінін біліп отыр ол. Соны күтіп жатыр ғой ол. Сол себептен соған энергиям түсіп кетеді, жұмысым бар. Сол нем түсіп кетеді ғой, самооценкам. Хотя соланы табыс тауып, балалар өз-өзімен нетсе, маған да кішкене күш қуат келетін еді ғой. Әрине. Қарызға да может солай кірдім ба, білмеймін, сол бір зайым бар еді, сол. Біреуді спасать ету үшін алдыңыз ба қарызды? Қарызды жоқ, кредитімді төлеп, уақытылы төлеп отырдым. Жазда бір порогтан асқан ақша болды да, соны 200 мың болған зайымды жабуым керек еді. Сол зайым жабылмады. Оны қалай болса солай ұстап, жаңа 300 мыңға кренлипқа табыс табамын деп кірдім. Сол кезде. И одан енді біраз 1-2 ай табыс тауып жүрдім, күшті болып. В общем, сентябрь, октябрьге дейін. Одан кейін ол түгел ақшасы желініп кетті, прессе болып табылса да. И ана зайым жабылмады. Сөйтіп тура жаңа жылға жақындағанда алдыда өскен бағасымен қойды ғой. Түгел счетымды блокқа қойды. Сол осы 1 ай болды. Күніне звондайды банкілер. Енді сізде қолыңызда Greenleaf'тің несі тұр ма? Заттары жоқ. Жоқ, иә? Просто мен тіркеліп, енді 200 мыңға тіркелдім ғой. 100 мыңға зат алдым да, 100 мыңды саттым. Бір 100 мың енді мен 200 мың болды. Оны да сол сентябрь кезінде ақша алмаған кезде жеп қойғам ғой. Яғни бизнестен тапқан дүниені жеп қойған кезде біз қайта сазға отырып қаламыз. Алғашқы бизнестен тапқан табыс біздікі емес қой ол. Бизнесте тапқан ақша біздікі емес. Біз бірақ эмоцияны басқара алмай, соны қайта жеп қоямыз да сазға отырып қаламыз. Демек сізде де бұл жерде бір сіз сата аласыз, өсе аласыз ғой. Кейбір сабақтардан бірдемені түсіну керек болып тұр ғой сізге. Сізге де бір есею керек болып тұр да. Бала сияқты тапқан ақшаны не істеп жібермей, қайтадан ересек позициядағы адамдар ғана бизнесте жолы болады да. Сізде жақсы болған. Тапқан табысымды сол жұмсай салады екенмін, қарызға ала салам, в общем. Бүкіл нәрселерден 10 жылға дейін қарызда жүрмін ғой, соны хотя бы осы 2 жылда бір құтылып не қылғам, сол құтылдым да, соң қайтадан қарызға кірдім ғой. Өзімді ұстай алмай қалдым. Өзіңізге үй алар кезде де сол қарыз алмай, сол үйімді алып алдым. Одан кейін комфортныйға кірдім ба, сөйтіп общем қайтадан қарызға кірдім. Сіз кейбір адамдар қарыз болмаса алға қарата жүрмейтін бір жалқаулығын қарызбен жүрген болады. Бәлкім сізде сондай психикаңыз сондай болуы мүмкін да. Егер сіз қарыз болмасаңыз, мотивация жоқ. Оны қалай жеңеміз сонда? Сол себептен бұл жерде неге сіз қарыз ала бересіз? Неге сізді қарыз қана қозғайды? Неге сізді басқа мақсаттар қозғамайды? Неге басқа сіз алдыңызға мақсат қойып, сол мақсат сізді от қылмайды? Сізді қарыз ғана қозғайтын адамсыз. Сіз миыңыз қарыз алмаған кезде тоқтап қалады да. Сосын сіз на автомате бейсаналы тұрғыда жүріп бір қарыз аласыз. Минуста жүру. Үйімді де қарызға алдым 20 жылға деп, мен как раз жолдасым қайтқан кезде, в общем, нөлде болдым ғой. Сөйтіп қарыз алып үй алдым. Сөйтіп сол бірін жауып жүріп солай көтерілдім, киіндім, бала шағаны сөйтіп оқытып жатырмын. Сондай нем бар сияқты. Қарыз это норма. Сізде программа орнап болған. Қарызбен мақсатқа жетуге болады екен ғой. Қарыз алу это норма деп сізді қарыз ғана двигать етіп кеткен.
Ал егер сіз қарыздың бәрін жауып, басқа бір дүние сізді қозғайтын болса, сізде ашылмаған өте көп потенциал бар. Сіз өте мықты табыс табатын, еркін, жеңіл адамға айналасыз. А не себепте сізде қарыз это норма деген программа жазылған, тоже табу керек оны. Қашан қай уақытта сіз қарыз алу это норма деп кеттіңіз. Қарызсыз жүру это ненормально болып қалған сізге. Иә, одан бері 10-12 жыл болды ғой. Вот сол бейсаналы тұрғыда сіздің бейсанаңызды басқарып тұрған программаңыз бар. Қарыз это норма деп бір кезде конкретно Подкасттарды оқимын, установка, аффирмация нелерді былай жасаймын, таңертеңгі нелерді, ошымана нелерді, ана Джон Хеха деген кітаптар бар ғой, менмен ететін, соның бәрін түсінем, бірақ хотя мен сөзіммен айтам, бірақ әрекетіммен істей алмаймын. неге? Себебі сіз Соны түсіндім. сырттан прокачка жасап жатырсыз да, сыртыңыздан прокачанный болып алдыңыз да, бірақ сіздің денеңізде, бейсанаңызда тұрған программа сізді басқарып кете береді. Сіз саналы түрде миыңызбен түсінесіз, но делоға келгенде қалай сіздің түпсанаңыз сізді басқарып кеткенін байқамай қаласыз да, опять сіз сол каретаға түсіп қаласыз. Сол үшін Теломда тұр ғой деймін, иә, әлі. яғни алгоритм болып басқарып тұрған бейсаналы түпсанадағы программаларды өзгертіп тастау керек. Сол кезде сіздің мына ішіңізден өзгертесіз ғой, проработка арқылы. Сол кезде сізді басқа программа басқаратын болады. Значит, нами управляет наше подсознание дейді. Пока мы не прочистим свое подсознание, біздің сырттан алып жатқан білімдеріміз это временно. Временно обезболивающий ішіп алған сияқты жүре береміз. Иә, обезболивающий сияқты. Иә, сондай. Менде даже бұрында осыдан 5 жыл бұрын не болатын, андай ақшам қалай бітеді, бітті уже паника басталып, кәдімгідей уже бұл өмірде керексіз сияқты болып, нең түсіп, бір ешкімге керексіз сияқты сондай сезінетін. Қазір уже нормальный болды. Ақшам жоқ болса да, қазір уже жүре беретін болдым. Ал сонда бұрында ақшаға да қатты байланған екенмін. Қазір енді ақшам счетымда енді түсе қалған кезде балама аударып қоям. Сол баламның несіне жіберіп қоям да, четінен алып отырам. Ақшам жоқ, бірақ нормальный кәдімгідей нетіп жатыр. Ол неден өттім. Яғни сізге сіздің ендігі задачаңыз, сіз прокачанный адамсыз. Прокачались, бәрін білесіз, умный болып аласыз ғой. Білмейтін техникаңыз жоқ. Енді сіздегі задача проработаться. Вот сол кезде сізде вообще ұшасыз ғой, сіз вообще мықты адамсыз ғой. Иә, проработка дегенді қалай сонда? Яғни Психологпен кәдімгідей? Иә, түпсанаңыздағы бейсаналы сізді басқарып тұрған программаларды өзгертіп тастайсыз. Ақшаға қатысты сізде өте көптеген транжирство бар, быть в долгу это норма деген шешімдер қабылданған, оның барлығы түпсанаңызға флешкаға кетіп қалғанда, сіздің түпсана деген біздің денеміздегі сезімдер, сол денедегі сезімдер сізді басқарып кетіп жатыр. Соларды сіз трансформациялап өзгертіп тастаған кезде, яғни біз өзгеретін кезде алгоритм білмейді адамдар бірінші мына ойын өзгертеді, сырттан өзгереді, ананы естейді, бүйтіп сырттан өзгереді. Бәрібір денеде тұрады екен. Денеде алған стресс, денеде алған өткен нелер, бәрі солай обработка жасап. Біз бірінші ішкі состояние, денедегі сезімді өзгерткен кезде, на автомат біздің мышлениеміз өзгереді. На автомат мышлениесі өзгерген адамның энергиясы өзгеріп сала береді. Вот и все. Ал біз қазақ қоғамы бірінші тыңдап бастадық қой. Бүйтіп, деп құйып бастадық. Білмейтін дүниеміз жоқ, бәрін біліп алдық та, энергиямыз біріншіден өзгермей жатыр, екіншіден ішкі состояниеміз бізді қайтадан басқарып кетіп жатыр. Сонымен жүрміз, мынау мен былай істеуім керек еді, қайтадан мына жерде отырғанымдай деген сияқты. Потому что подсознание, түпсана бізді басқарады. Даже сыртта көрген адамдардың өзі маған айтады, сені көрсек өмір сүргіміз келеді, сен мотиваторсың деп, анау тест өткен кездерде енді поддержка беремін ғой мен, ауызбен аффирмация айтыңдар деп. Сол кезде мен энергиям былай ұрып тұрады, бірақ ішкі немде ол мен өзіме басқаша сезім береді екен. Адам ішкі состояниесі мен жақсы болу керек дейді ғой.
Самый главный ресурс – это наше внутреннее состояние. Когда у человека внутреннее состояние прям күшті болған кезде, на автомате оның көзқарасы және энергиясы супер болады. Просто ол басқа адамға айналады. Біз запрограммированы же, и сол программированы перешить етсе керек. Сол кешегіде бір подкаст тыңдаған кезде айтып тұр ғой, сол ішкі бала әлі, сол бала күйінде әлі жүрген сияқтымын ғой менде де. Бала Кішкентай кездегі енді кішкентай кезде болды ғой енді жоқшылық, сосын жаңа күнде неше түрлі киімдеріміз алып кие алмайтынбыз, қалағанымызды ала алмайтынбыз. Сонымен жұмыс жасау керек сияқты деп ойлап қалдым. Әлі менің. Сырттай мен түгел жамадым. Сырттай өзіме керектің бәрін алдым. Баратын жерге бардым. Но все равно айналып келгенде оқып жатырмын, тоқып жатырмын. Сол ішкісі неге келгенде уже не бермей тұр ғой. Жібермей тұр бәрібір де. Сол себептен вот именно ішіңізді өзгертіп жіберіңіз. Ішіңіздегі программаны просто бейсаналы программаларды алып, арнайы техникамен удалить деп жіберіңіз. Оны енді психологпен етпесе, мен жалғыз істей алмайтын сияқтымын, не? Өзіңізбен ол таппайсыз. Мен өзімді былай сырттай басқара алмай тұрған адам қалай мен ішіме сезіп тұрған мен айтыру. Сол себептен ана Цветайдың несінде де айтады ғой, сол жаңағы бірліктер ғой. Бірліктер сол лидер ана мынау деген ол несін сезіп тұрмын, самостоятельный. Бірақ іштей әйтеуір бірдеңе жібермей тұрады. Іштей құнсыздандыру бар, неше умозаключениялар жасалынып, программа болып жазылып кеткен, олар сізді басқарып жатыр. Іштегі кер тартпа ойлар төменге қарата түсіріп жатыр. Реакция беріп, өзгелерге реакцияны дұрыс бермей, слив болып жатыр. Іш деген дірілдеп тұр ғой. Сыртың железно бетонный болып, ішіңіз пустой дірілдеп жатыр сіздің. Сол себептен ішіңізді жүрекпенен ішті мықты етіп алсаңыз, вот менің жұмысым осы. Мен бірінші адамдардың ішкі состояниесімен жұмыс жасаймын, и на автомате ол кісінің мышлениясы мен энергиясы көтеріліп, өзгеріп, ол адамның табысы еселене бастайды, ол адам бақыт күйін кеше бастайды. Бақыт күйін кешкен адамға байлық келе бастайды. Қолы жүре бастайды, қорқыныштарын жеңе бастайды, қорқынышқа қарсы жүретін ресурс табыла бастайды. Жеңілде еркін болып, мысалға, арғата өзінің алдына қойған жоспарларына қадамдар жаса бастайды. Айналасындағы болып жатқан жағдаяттарға, мысалы, сіз қызыңызбен болып жатқан жағдаяттарға реакция беріп, сол жаққа энергия слив жасап жатырсыз ғой, сол дыркалар жауып. И вы исцеленная, целостная, взрослый адамға айналасыз. Хорошие деньги зарабатывают взрослые люди. Есейген адам. Ана іштегі әлі де қорқып дірілдеп отырған бала, сол быт-шыт болып біресе, қарыз алып біресе, бірді бірге жауып, әйтеуір быт-шытын шығарып, сонымен жүр. Бала күйінде жүр, есеймей жүр. Сол досрочно сондай. Бұрында енді психологтардың енді бәрібір тілі басқа ғой. Соны онша түсіне алмайтынмын, осындай нелерді шыға алмайтынмын. Қазір енді шығып та сөйлеп, өз ойымды еркін жеткізіп, уже сезіп отырмын сіздің айтып жатқан нелеріңізші. Мен де өзімше елдер айтып қояды ғой, сенмен сөйлесек жақсы нетіп қаламыз деп. Мен почему-то енді өзім қызмет жасаймын деп біреулердің жаңағы проблемаларын шешкенді бұрында жақсы көретінмін. Қазір енді қойдым. Енді өзімше ақылшы болып кетем ғой. Сізде бір потенциал тұр да, жақсы потенциал. Бәлкім өзіңіздің өмірді ашу керек. Ашу керек, потенциалды ашу керек. Ал адам потенциалды ашу үшін жеңіл, еркін болу керек. Жеңілдік келеді, еркіндік. Не өмірге келгеніңізде, өмірдегі орныңыз не екенін, мен осындай адам екенмін ғой, осы екен ғой мен жібермей тұрған, құндылығыңыз арта бастайды да. Адам құнды болған сайын оған табыс келе бастайды негізі. Онда енді сол курстарыңыз қанша болып жатыр қазір сіздің? Менде курс емес, менде жеке дара жұмыс. Өйткені менторство ғой. Менторство. Сізбен біз отырамыз да,
Сіз осындай ішкі состояниемді железно бетонный етіп жақсылап тұрып проработать етіп алған адамға айналғым келеді. Осындай мақсаттарым бар, осындай табыс тапқым келеді, осылай жайнағым келеді. Я, короче, хочу быть богатой, счастливый и богатый. Сол бір адамға айналғым келеді десеңіз, жаратушыңызбен связіңіз күшті, өзіңізге сүйене алатын, айналаңыздағы болып жатқан жағдаятқа реакция бермей, исцеленная, целостная болғым келеді, которая может потом мотивировать других людей, победив себя, проработав свои какие-то программы деген күйде келсеңіз, сізбен біз жеке кездесеміз, да? Жеке дара бірде бір отырып, бір ай бойы жұмыс жасайсыз менімен. Аптасына 2 рет кездесесіз, и әр кездескен келген сайын бір программаңызды өшіріп отырамыз. И ең соңында стратегиялық сессия деген болады. Ол жерде 2 гис картасы сізге сызылып береді. Мысалы, А точкасынан Б точкасына жету үшін адамдар қандай шаг жасау керек, қай жолмен жүру керек, где какое состояние должно быть деген сізге сызып бергенде, сіз просто анау ішкі состояниеңізбен, өзіңіздің прокачанный миыңызбен, санаңыз кеңейген, дамыған қалса икемделіп алдыңыз ғой сіз. Сіз анау жай мектепке барып келіп, на автопилотта өмір сүріп жүрген адам емессіз сіз. Сіз больше чего-то стоите. Сізде больше қабілет бар. Сіз больше адамдарға пайдалы болатын адамсыз да. Сол түсініп келеді да сізге. Сіз ана 2 гис картасымен просто тук-тук-тук-тук жүріп кетіп, рөлге отырып аласыз да, анау рөлді нарахат, налайте айдап бара жатқан водитель сияқты өмірде кетіп бара жатасыз. Қай жерде қалай бұру керек, қай жерде газ беру керек, қай жерде аққан тоқтау керек, уже ештеңе айналаңызда қаланың бәрі ағып, машина жүріп жатса да, вы же не реагируете, когда вы научились водить. Солай. Там семьяңызда бірдеңке болып жатса, сіз уже оны прорабатывать етіп, өзіңіз шеше аласыз, неге болып жатыр, неге үйретіп жатыр, неге қызым бұлай есеймей жатыр, қыз неге есеймей жатыр, неге дамымай жатыр, сіз есеймей жатырсыз да. И когда вы себя проработаете, на автомате қызыңыздың қалай есейіп кеткенін байқамай қаласыз. Қызымның несі, сол сұрап едім, шестерка екен. Шестеркалар вообще өмірде туылғаннан дан адамдар екен ғой. Қызымның өзі де маған айтты, мен емес, сен өзің өзгерсеңші деп. Яғни сіз оны жайына қалдырасыз. Оны өзгертем деп оған фокусты бұрып, оны не істемейсіз. Сіз өзіңізді жеңген сверхчеловекке айналып кетесіз ғой. Сол кезде сіздің баланы тәрбиелеме дейді ғой, өзіңді тәрбиеле дейді. Өзіңізді тәрбиелеп, өзіңіздің жолыңызда өзіңіз ойлаңызшы, табысыңызды тауып, рахаттанып, жолда кетіп бара жатсыз. Ішкі состояниеңіз күшті, жеке пікіріңіз бар, сүйенеріңіз бар, сенеріңіз бар, тотальный доверие к Богу деген дүниені орнатып алғансыз. Рухани мықты болып аласыз да, сколько сіз не передайте ол сезімді. И все. Осындай мендегі жеке дара коучинг, бұл коучинг деп аталады. Мен сізбен басында проработка жұмысын жүргізеді да, аяғында стратегиялық жоспар құрылады, сессия құрылады. Өйткені адам өзінің жолына шығып кетуге, рөлге отырғызып жіберу керек адамды. А ол адам уже күшті состояниемен кетіп бара жатыр. Ал ана баланы рөлге отырғызса, ол ана жерге бір соғады, машинені мына жерге бір соғады, кейде әп-әдемі жүріп бара жатады, сосын кейде бұрылмайтын бұрылыстан бұрылысып кетеді, бір тупикке барып тұрып қалады, сөйтіп жатыр ғой. Сізде сондай состояние болды. Ал сіз уже нет, сіз уже баратын точкаңызды білесіз да, соған музыкаңызды қосып қойып, нарайте машинаңызды айдап, ана точкаға бара жатырмын деп ойлайсыз. Вообще күшті состояние. И каждый день сізде состояние дегенде де онша түсінбейтін. Негізі энергияның бәрі сол состоянияға келеді екен ғой. Ақша да состоянияға, жалпы любой нәрсе, общем, тамақ істесең де бәрі состояниеге байланысты екен. Сіз ана күшті состояниемен отырып, берген тамағыңызбенен адамдарды исцелять ете аласыз. Ана қызыңызды исцеление жасап. Сіз күшті ертіп тамағыңызды от души, здесь и сейчас болып жасаған тамақты бүйтіп берген кезде, ана қыз ішкен кезде уже все. Сіздің қабағыңыз болған, энергияңыз бар, вы знаете, где, как, қайсы энергия қай жерде сақтау керек екен, біліп өмір сүріңе ойлаңызшы. Это внутреннее состояние танцует дейді. Налайте, нарахате, кайфуете. Сіз осы сәт
де бола алатын күйге енесіз. Сверхчеловек – это тот человек, который победил себя и находится здесь и сейчас. И делает все, что может на сегодняшний день, фокус ставит. Фокусын шоғырландыра алады. Істің соңына бүйтіп алаңдап, күмән ұстап, уайымдап, ресурсын бермейді ол. Ол настолько мынау ресурсына жадный адамға айналып кетесіз. Мен жаңа басында Ол енді сол енді шүкір енді былай енді ақша жоқ емес, ақша тауып жатырмын. Енді энергиямды жүгіргенге қарай Алла тағала беріп жатыр. Бәріне жеткілікті. Кредитімді төлеп жатырмын, баламды да оқытып жатырмын. Ана порогтан асқан тиындарымды айтыру өсіп кетті да сол қалғаны қалады ғой, бір ай сайын бізге 100.000 па айты түскен кезде реск аударып ана біреулер тіс жөндетіп алып жатыр, біреулер көзбен шығарып алып жатыр ғой. Пока сол тоқтап қалды да сол осындай неге бір қаралайын деп білмеймін, уже жылдың басынан уже білім алуға қызығушылығым артып жатыр да. Енді данный момент енді уже нетпейді, тем более қазіргі сіздің сөзіңізден кейін как будто уже күнді не қылмай ертең уже бастап кету керек сияқты болып тұр да. Енді соған ден қоймай жатырмын ғой. Вот. Сол нөміріңізді берсеңіз келісіп, менің сол порогта жаңа отбасындағы, енді алдында да сол отбасына миллионға дейін жинап, соны расслабоне общем, қай жаққа жұмсағым керек, жұмсап тастағам ғой. Енді бірінші ана сетевиктен негізі көп білім алып, сол сетевиктің несіне салған кезде де айналып кеп, сол бәрібір сол ямама түсіп тұрмын ғой, қалай айтсам да. Көп сетевиктердің несіне болдым. Енді елдер айтады, сетевикке өмір кіресіңде жүресің жайна деп ше. Мен айтам, мен ол жерлерден талай дүниені үйрендім, мен табыс таппасам да, зато мен общем интеллекті, табыс табу, қалай баю керек мышленияны, соны үйрендім. Оған да шүкір деймін да. Сол жерде бір нем бар. Аға. Енді мен енді бір өзім енді Алланың қалауымен, Алла тағала өзі көмектесіп, балам да оқып жатыр. Баламды да осы мышлениемен балам грантқа оқуға түсті деп общем бір жыл жазып шықтым. Сол иә түсіп кетті. Енді екінші балама да жазып жатырмын. Қызыма сол ден қоймай қызымен жұмысқа кірді деп. Сол последний жазам ғой бәрібір де сол. Да. Сол әлі жүрегім ашылмай жатыр. Иә. Сондай нені сіз жаңа коучты қанша дедіңіз сіз? 2 ай жұмыс істеген? 1 ай бойы сізбен толыққанды тотальный жұмыс жасау, осы енді сіз менде осы мен эфирге кіргеннен бері басынан барсыз. Бір жағынан енді зерттедім, бір жағынан тыңдадым, біраз адамдар нетем ғой, бірақ та енді әрбір адам любой кезде шыққан кезде бірінші рет тоже мен сізге шықтым. Сөйтіп былай шығып та көрмеген ғой енді. Я сіз эфирге кіресіз, қолдап бір жақсы сөзіңіз жазып кетіп қаласыз да. Мен сізді басында өзімнің бір танысым бар, бірге оқуда оқитын. Сол қыз екен деп ойлап жүретінмін. Одан кейін ол қыздың аватары басқа болып шықты. И сізді айтады ғой, келін алғаш түскен жылдағы басынан өткенді ұмытпайды деп. Мен алғаш тиктокқа кіріп, адам қанша біз психолог болсақ та, бізде адамбыз ғой, етпен термен жаратылған. Өйтіп қорқып кірген кезде сіздің бір қолдап лайкыңызды басып, рахметіңізді. Көп тикток эфирде отқан кезде олардың екі бірінің сөзі, мен сендерге беріп жатырмын, давайте мына лайк бассаңдаршы, энергия алмасын деген кезде, мен де осознанно нетем да, күшті жақсы айтып, маған көңілім нетіп жатқан кезде мен уже лайкты от души басып тастаймын ғой. Басып тастаймын жаңа елдерге енді міне көрсін, алсын деп шеп. Дәл мен өзім мектепке барғанда, таксиге бара жатқан кезде алыста тұрамыз ғой, бір 20 минут жүретін жерге жалғыз өзім отыр қалсам, ой, жалғыз бара жатырмын ғой, мына кісіге енді ыңғайсыз болмасын, өзі жалғыз алып бара жатыр, бір таксиге жолға адам шыға қалса екен деп, просто отырғаннан солай ниеттеніп отырам да. Енді мені ғана 2-3 теңгемен апармасын, қалған адамдарды отырсыншы, а то енді ана басынан, мына басынан 200 деген не ол? Деп жаңа жаным ашып тұрады любой кезде. Сол ғой сол қызмет ету.
адамды сүю, өзің сүйіп бастаған, өзін қабылдап бастаған, өзіменен жұмыс жасап бастаған адамның жүрегі ашылып адамды сүйіп бастайды да. Ал ол адамдар да Алланың жаратылысы, иә. Сен барлықтарың менің баламсыңдар дейді да. Сол балалардың барлығын бір-бірімен тату болып, бір-біріне жүрегі ашылып тұрғанда, ол адамның да жүрегі жол ашылады. Сол себептен маған жекеме жазыңыз, но негізі ол менің бір айлық. Қанша нөміріңіз сіздің? Айтайын ба? WhatsApp-тағы нөміріңіз 8. Нөмірімді айтайын, сосын жеке шығарсыз, иә, маған. Сізге жақсы жеткізіп беремін. 8771 771 830 830 4435. 4435. WhatsApp бар осы номерде, осы номерға шығыңыз. Аға, атыңыз кім еді? Даже мен атын психолог деп просто сақтап қойыппын. Астана қаласынан боламын, есімім Бейбіткүл. 5 баланың анасымын, көп балалы анамын, тұрмыстамын, ата-енеммен бірге тұрамын. Осы салада жүргеніме 15 жылдық еңбек өтілімім бар. Дипломированный и халықаралық дәрежедегі сертификатталған энергокоучпын. Мен туралы ақпарат білгенде 4-ші сыныпқа дейін қазақша оқығам, 8-ші сыныпқа дейін орысша оқығам, 8-ден 11-ді қазақша бітірдім, универді орысша бітірдім, и сол екі тілді еркін меңгеріп, көп жылдар баласыз жүріп, сол баласыз неге жүрмін деп сол сұрақпен ізденіп жүріп, осы психологияны оқып, өзімнің өмірімнен көптеген дүниелерді өткізіп жүріп, сіздердің алдарыңызға қызмет етуге өзімнің миссиямды толық қабылдаған қыздардың қатарындамын. Рахмет сізге, аға. Ниетіңізге жетіңіз, миллионер болыңыз. Аға, сіз енді адам деген бір жыл емес, бір айдақта өсем десе өсіп кетеді деді ғой. Өткен жолдар тоже квантовый скачок, сондай не тоже айтып жүрдіңіз, иә? Өмірімде өте көптеген квантовый скачоктар өте көп болған. Сол себептен квантовый скачок дегеніміз не? Адамның бір состояниядан келесі бір состоянияға өтіп кетуі. Ішкі состоянияда серпіліс болған кезде, іштегі программа өзгерген кезде, адамның сыртындағы несі өзгереді. Сол кезде адам серпіледі. Серпіліп тұрған, энергиясы көтеріліп тұрған адамның табысы да өзгереді, қарым-қатынасы да жақсарады, бәрін тартационный полюсын өзгертіп жібереді. Адамның ішкі состояниесі өзгергенде тартационный полюсы өзгеріп кетеді. Ол энергия. Иә. Жақсы, сізбенен жүздескенше маған жекеме шыға қойыңыз, жақсы ма? Аға, рахмет, көп жасаңыз. Амин. Номерді қайталап айтып жіберіңізші. Давайте номерді қайталап айтып жіберейін. Мен шаршап кеттім, если честно, и менің телефонымда отырып қалды. 10% болып қалды. 8771 830 4435. 8771 830 4435. Ой, айналайын, не болып кетті? Мен ана жерде сервис бөлімін басам деп. Осы жерге өздеріңіздің жеке номерлеріңізді қалдырыңыздар. Менің номерім 8771 830 4435. 8771 830 4435. 8771 830 4435. Жазып алдыңыздар ғой, и номерларыңызды қалдырдыңыздар ғой, 3 секунд қалды, 2 секунд қалды, 1 секунд қалды. Все, мен сіздерге жекелеріңізге шығам. Менімен бірге болғандарыңызға, аға, Жанар ханым жазып жатыр екен, мен номерімді скриндеп алсаңыздар да болады, жекеме шықсаңыздар болады. Мен жеке дара өздеріңізге жауап беремін. Менің көмекшім жауап береді, анау бүйтеді, мынау сөйтеді деген емес, мен адамдармен жеке дара жұмыс жасаймын. Өйткені әр адамның ішіндегі программасын, әр адамның ішіндегі оны басқарып тұрған, алгоритм болып басқарып тұрған программасын менен артық ешкім білмейді. Сол себептен мен басқа көмекші мамандарына оны тапсырып бере алмаймын. Менімен бірге болғандарыңызға,
лайк басқандарыңызға, сұрақ қойғандарыңызға көптен көп рахмет. Алла сіздерге разы болсын. Ойлаған ойларыңыз, арман мақсаттарыңыз орындалған, ақша потоктарыңыз ашылған, бойларыңыздағы қуаттарыңыз тасыған, жүздеріңіз нұрланып жайнаған, жадыраған адам болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Мен сіздермін, сіздердің іштеріңіздегі программаны өзгертетін, состоянияларыңызды серпілтетін, келесі бір деңгейге шығатын мастермін. Сол мастерліктен өтсеңіздер, сіздерде барлық жақсы болады. Қазір қоғам сырттан жұмыс жасап әбден шаршады. Енді іштеріңізбен жұмыс жасайтын кезең келді. Сол ішіммен жұмыс жасауым керек екен ғой менің. Алгоритмді керісінше жүріппін ғой, біз енді керісінше жүрміз ғой деп түсінік келіп жатса, жекеме шығыңыздар. Всем пока. Давайте 1, 2, 3 подписка жасап жіберіңіздер. Қиын емес, давайте подписка жасап жіберіңіздер. Егер бүгінгі эфир сіздерге ұнаса, өздеріңізге бір инсайт ала алсаңыздар, бір түсінік келе алса, Жұпар Мұстафина дейді. Қалыңыз қалай, Жұпар ханым? Қалыңыз қалай, күйіңіз қалай, қандай состояниедесіз? Менде проработкада болған ханым ғой. Мына жердегі подписка бөліміне жазылыңыздар. Мен сіздерге ұнап, пайдалым тиіп жатса, контентімді қолдап жатсаңыздар, жүре бересіздер. Мүлдем ұнамай, осы ұнамайды маған, не интересная ана дейтіндеріңіз шығып кетесіздер ғой, қиын емес. Давайте 1, 2, 3 подписка жазаңыздар. Все, давайте пока, мен кеттім. 12 ба? Жақсылап бір тамақ ішіп аламын.